қазақтың дәстүрлі қоғамында секс education болды ма? Демек, мынандай жыныстық қатынас туралы әңгіме болды ма? Кім жастарға соны үйретті дегенде, әрине қазақта ата-анасы балалармен ондай мәселе қозғамайтын еді. Мысалы, кейбір халықтар бар, мысалы ұйғырларда этнографтар жазады, ұйғырларда үйленер тұрмысқа шығар алдында кәдімгідей анасы қызбен бүкіл әңгімені пісіріп бітіретін еді. Ал қазақта әрине оның бәрі ұят. Қазақта осы жағын қадағалайтын, үйрететін жеңге деген үлкен дәрежедегі адам болды. Я шырайлым, жеңеше. Мен бір жанағамен сәлемдесейін деп тұрмын. Менің қасымда болшы. Жарайды, шырайлым. Жақсы. Демек, жеңге ол негізі қайнына да, қайын сіңлісіне де өте жақын адам болды. Және де олар, мысалы, қыз баланы таза жүргеніне де ол жауап берді. Бірақ сонымен жігіттермен таныстыру, сондай тиндер қызметінде сол жеңге атқарды. Сосын сырласатын адамы сол жеңге болды. Осындай бүкіл жастық шақтың сезімдер, жағдайлар, бәрі жастар жеңгесімен ақылдасатын еді. Қазір бізде жеңгетайлық деген сөз содан қалды да, ал қазір бізде көп кезде анау келін жағдай анандай мынандай деп жатады ғой. Сонда соның ішінде қайын сіңлісі күн көрсетпеді деген, жігіттің қайын сіңлілері болса тұрмысқа тимеген, Құдай ондай жігітке тиме деп үйретіп жатады. Ол бәрі де біздің қоғамымыз, менталитетіміз қанша 180 теріс бұрылған көрсетеді да. Өйткені дәстүрлі қоғамда сол келін кіммен жақын болады? Сол күйеуінің інісімен, қарындасымен жақын болады. Демек, қайнымен, қайын сіңлісімен өте жақын болған ғой. Ең жақын адам қызға, мысалы, ғашық болып жатса, ол шешесімен ақылдаспайды, құрбыларымен ақылдаспайды, жеңгесімен ақылдасады. Қазір кәдімгідей қанын ішетін қайын сіңлісін көрсеткенде, ол қалай сонда ақылдасады, қалай сырласады дегенде, ең жақын досы сол жеңгесі болған ғой. Sex education де соның қолында болды.